Бүгін Аягөз қаласында ірі сауда нүктелері бойынша рейд өтті. Белгілі болғандай, көптеген сауда орындарында ірі бұзушылықтар орын алған. Олардың ішінде маскалық режим туралы хабарландырудың болмауы, қолғаптар мен маскасыз жұмыс жасау, арақашықтықты сақтамау, санитайзерлердің болмауы және уақытымен дезинфекция жасалмауы. Вот клиенттер енді ұқпайды. Оларға бала шағаларымен келіп жатыр қазір. Санитайзер жоқ кіреберісте. Одан кейін әрбір келуші клиенттер маскамен жүру керек. Соны өздеріңіз жұмысшыларыңыз өздеріңіз бәрін маскамен, перчаткамен жұмыс істеу керек. Содан әрбір келушілердің арасында 2 метр ара қашықтық сақталу керек. Одан 2 сағаттай желдету керек. Магазин үшін помещение бөлмелерін бәрі желдету керек. 2 сағаттайын және санитарлық дезинфекциялық заттармен жуу жұмыстарын жүргізу керек, тазалық жұмыстарын. Ауданымызда төтенше жағдай алынғаны туралы хабарды ести сала, көбісі бірден бетперделерін шешіп, сақтану мен қорғану шаралары туралы ұмытып кетті. Банк, дүкен, пошта, тағы басқа нысандарда бетпердесіз жүрген адамдарды көруге болады. Карантин режимде қандай талаптар бар, соны бәрі сақталу керек. Халықтар қазір просто шатастырып жүр. Төтенше жағдай мен карантин режим. Төтенше жағдай алынды, бірақ карантин режим сақталады. Сақталмаған кезде біз келіп, жаңағы магазиннің жабылуына дейін барамыз деген ескертулер жасап жатырмыз. Себебі бұл кісілердің күнкөрісі орнып, сондықтан бұл кісілер қатты түсіністікпен қарап жатыр. Сақтаймыз. Біз шатастырып алдық карантин режимде, жаңа төтенше жағдаймен деп жатыр. Түсіністікпен қарап жатыр, сақталады деп ойлаймын. Төтенше жағдай алынғанымен карантиндік шаралар қалды. Бұл мәліметті әркім әрқашан есте сақтау керек. Қорғану шаралары халқымыздың қауіпті індеттен сақтануы үшін қажет. Сондықтан үнемі қолы жуып, санитайзер қолданып, бетперде киіп, ара қашықтықты сақтауды ұмытпаңыздар. Немқұрайлы қарамау керек, карантин әлі біткен жоқ, бәрібір сақтану керек. Халқым айтатын аягөздіктерге маскаларыңды шешпеңдер жандарым. Өзіміздің денсаулығымыз үшін, балаларымыздың денсаулығы үшін. Жанар Жахат, Нұрсұлу Алигулова, Азамат Тұрысбек, Аягөз Реал ТВ.